Бүгін жолдасыммен тағы да кешкі ас дайындаймыз. Барлықтарыңызға сәлем. Өткен видеомызда монтаж жасап көрсеткен болатынбыз. Көптеген қаралым, қолдау, ізгі тілектер жазылды. Ол жолдасым екеуміз үшін өте маңызды болған. Барлық қолдауларыңыз үшін алғыс білдіреміз. Ал бүгін жолдасымның сүйікті тағамдарының бірі ол плов. Біздің жасауымыздағы пловтың дайындалуын көріңіздер. Ең алдымен барлығы көз мөлшерімен алынады. Жолдасым сәбізді жақсы көретіндіктен сәбізді біз көбірек қосамыз. Ал бастайық. Ең алдымен қазанымызды қыздырып алып, 2 шөміш май құямыз. Пловымыздың өзі қызыл болып шығу үшін мен бірінші пиязды жақсылап қызартып аламын. Артынан ет салып, жақсылап қуырамын. Сәбізді салғаннан кейін жақсылап араластырып, көбірек қуырамыз. Өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Ал суын ет пен сәбізді жауып тұратындай ғана құямыз. Суымыз қайнап шыққаннан кейін 1-1,5 сағат баяу отта қайнатып аламыз. Күріштің осы түрін ұнататындықтан осы лазер күрішімен жасаймын, себебі дастарханда әдемі көрінеді. Ал суымыз 1,5 сағат қайнап шыққаннан кейін күрішті саламыз. Судың мөлшері күрішті осылай ғана жауып тұру қажет. Енді су қайнап тартылғаннан кейін күрішті осылай ортаға жинап шығамыз. Жиналған күріштің ортасын қасықтың көмегімен ашып қойсақ болады. Осылай қазанның бетін жауып, жарты сағат пісіреміз.